Премьер-министр Олжас Бектенов Шымкент қаласына жұмыс сапармен барып, мұнай өңдеу зауытының жұмысшыларымен кездесті. Өндіріс ошағының қызметкерлері мемлекет басшысының жолдауда айтқан атом энергетикасын дамыту жөніндегі бастамасына қолдау білдірді. Себебі өндірісті кеңейту ісінде тұрақты энергия өзінің маңызы зор. Ал елде айыз салу осы энергия тұрақтылығын қамтамасыз етуге септігін тигізеді. Сондай-ақ атом энергетикасы жаңа технологиялар мен энергетикалық және экологиялық қауіпсіздікке кепілдік береді дейді Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытының ұжымы. Атом энергетикасын дамытуға баса мән беру өте маңызды. Егер де жаһандық тәжірибені алып қарайтын болсақ, озат елдердің осы атом энергетикасын қолдану мәселесінде, арттыру, нығайту мәселесінде әлде қайда алда келе жатқанын көріп жатырмыз. Атом энергетикасы деген біздерге электр қуаттылығын қамтамасыз етуге үлкен үлесін қосады.